Қазақстан халықтық коммунистік партиясының өкілдері сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарын бүгін Атырау облысында жалғастырды. Олар аудандарда, оқу орындарында кездесу өткізіп, қала базарларын аралап, жұртшылықпен жүздесті. Қала көшелерінде ілінген билбордтағы жұмыс істеу құқығы, халық билік, әділет деп жазылған ұрандар Қазақстан халықтық коммунистік партиясының сайлауалды тұғырнамасының басты бағыты. Біздің партия кедейшілікпен күрес жүргізеді, сондықтан біз сайлаушылармен кездесуге халық көп жиналатын базарларды таңдап алдық. Мұндай әдіс көпшілікпен етене араласуға жағдай жасайды дейді коммунистер. Мұнда жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнесті несиелеудің аталған партиясының отырған тетіктері, сырттан тасымалданатын кейбір товар түрлеріне салынатын салық мәселелері туралы әңгіме болды. Біздің партияның басты мақсаты қарапайым халықтың қалыпты өмір сүруін қамтамасыз ету. Әлі де болса ауыл мен қала тұрғындарының, сатушылар мен қарапайым еңбек адамдарының шешілмеген түйткілдері бар. Міне осы жайттерді көппен кеңесе отырып тиісті орындарға жеткіземіз.